бірнеше қыздың жігіттерімен таныстым қыздар. Ағамыз жоқ еді, әкеміз жоқ еді, немесе әкеміз бар, бірақ әкемізге айтамаймыз, ұяламыз деген сияқты бірнеше қыздың болашақ жігіттерімен таныстым. Жігітпен әңгімелестім, өзім сұрақтарымды қойдым, оны тыңдадым деген сияқты. Сөйтіп ол жігіттер туралы қыздарға айттым енді кейін жаңағы маған тапсырыс берген қыздарға. 90% менің айтқан бір диагноздарым дәл келді кейінгі өмірінде. Өкінішке қарай ажырасып кеткендер де болды солардың ішінде. Неге менің диагнозым дәл келді деп жатырмын? Жігіт жігітті алдай алмайды да негізі. Жігіт қызды алдай алады. Жасы 30-35-тегі жігіт ол 20-25-тегі қызды спокойно алдай алады. Оған қандай сөз өтетінін біледі, қандай бір тәтті тілектер өтетінін біледі, жаңағы қайырлы түн, бірдеңке періштелер әлдилеп ұйықтатсын деген сияқты романтичный сөздер өтетіндігін біледі. Бәленің бәрін біліп алады да ол 30-35-ге қарай. Бүкіл точкаларын біліп алады да алдай алады қызды кәдімгідей. Немесе менің мынандай бизнесім бар деп көрсете салады. Бір инстаграмда бір примеркада бір киген қымбат киім жаңағы костюмін көрсетеді деген сияқты алдаудың неше түрі бар да енді. Небір финттарды жасайды, сөзбен айналдырады. Сөйтеді да қыз бейшара оған түсіп қалады. Сөйтеді да соған сеніп, некесін қидырып, соған тұрмысқа шығып алады. Бытовуха басталған кезде оның мінезі де ондай емес, ондай жомарт та емес, ол ондай бір интеллигентный тәтті сөздер айтып та жүретін жігіт емес, мүлдем басқа жігітпен танысады. Сөйтеді дағыны өзі разочарование болады, бір жылға жетпей некелеріне не келеді да, ажырасу келеді.